Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздер функцияны графиктік тәсілмен беру тақырыбын өтеміз. Егер де бізде функция бар болса, оның міндетті түрде графигі болады деген сөз. Ал график дегеннің өзі нүктелердің жиыны. Мына функцияға тиісті нүктелердің жиыны. Ал ол нүктелер бізде алдыңғы сабақта кесте түрінде өткен сандар, мәндері. Олай болса, мен бірінші бір мысал келтірейін. Мысалға бізге y тең 2x деген функция берілсін делге. Енді осы y пен x-тің мәндерін анықтап көрейік. Кестеге сызайық, алдыңғы сабақ сияқты. X-қа мән беріп, y-ті табайық, иә? Егер де x-қа мысалға 0 деген мәнді берсек, 0-ді қойсақ, 0-ді 2-ге бөлсем 0. 1-ді қоятын болсақ, 1-ді 2-ге бөлсем 2. 2-ні қойсам, 2 2 4 болады. Арасы көбейді ғой бізде. 3-ті қойсам, 6 болады деген сияқты. Минус 2-ні қойсам, минус 2-ні 2-ге бөлсек, минус 4, иә? Бізде ол шексіз сандарды қоя береміз. X-тің анықталу аймағы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Яғни кез келген санды қоя аласың. Ал енді осыған қарап біздер графигін сызатын боламыз. График сызу үшін бізде x, y координаталар жүйесі керек. Немесе координаталар жазықтығы. Мынау бізде y осі болады, а мынау x сызығы немесе x осі болады. Ал мына қиылысқан жері 0 мен 0. Яғни 0 нүктесі. Мына y осының басы да осы жер, x осының басы да осы жер деген сөз. Бағыт бізде жоғары және оңға. Ал енді мына нүктелерді біздер мына координаталар системасына белгілейік. Мысалы 0-ді қойған кезде 0 болады дейді. Екеуінің де 0-ы бізде мына жерде ғой. Иә, бірінші нүктеміз. Енді мен бірінші мына жаққа сандарын жазып алайын, иә? Мысалы 1 болсын, 2 болсын, 3 болсын. Мынау да 1, 2, мысалы 3, 4 болсын, иә? 4-ті жаза салайын, қалғандарын жазбай қойын. Минус 1 болады төменге қарай, 0-дің төмен жағы. Минус 2, минус 3, минус 4. Мысалы минус 5 болсын делік. Ал мына x-тің 0-ның сол жағы ол да бізде теріс сандар. Минус 1, минус 2, минус 3 болсын. Минус 2 қала берсін, иә? Енді мына нүктелерді мына жаққа белгілейік. 1-ді қойған кезде 2-ге тең. Яғни 1-ді x-тің бойындағы 1-ді аламыз да, оны 2 бірлік жоғары көтереміз. Мына нүкте болды. Енді 2-ні қойған кезде 4-ге тең болып тұр, иә? Яғни 2-ні 4-ге дейін жоғары апарамыз. Ал 3-ті қойған кезде 6 болып тұр, 4 қой, 5, 6 делік. Иә? Яғни 3-ті біздер 6-ға қарай көтереміз. Бізде шамамен мына шығады. Ал минус 2-ні қойсақ, минус 4 шығады. Минус 2-ні қойсақ, бізде минус 4-іміз мына жерде, екеуінің мына жерде болады. Шамамен. Ал енді осының бойына мысалға түзу жүргізетін болсақ, мен бұлайына жүргізейін де бірінші, бұдан кейін апарып қойын, ақ қылайын, және кішкене қалыңдау жасайын. Мынау бұлай тұрсын, ал мынау бұлай тұрсын делік. Міне. Сонда бізде мына бір түзу сызығымыз, мына функцияның графигі деген сөз. Мен көз мөлшермен жасаған соң сәл тимей қалды. Сонда бізде функцияның графигі деп осындай қабылдайтын нүктелердің жиыны. Мысалға бізде мына жаққа 0,5 қойсақ та, ол бізде 0,5-ті 2-ге бөлсек, бізде 1 болады міне. Мына жартыны қойсақ та, мен қызылмен жазайын, сарымен жазайын, сары анық көрінеді. 0,5-ті қойсақ, мысалы мына жерде 0,5-ті 2-ге бөлсек 1 болу керек. 1-ге міне барып тұр, 1-ге тиіп тұр. Яғни мына түзудің бойындағы барлық нүктелер мына функцияға тиісті деген сөз. Түсінікті ғой. Ал енді графиктік тәсілмен беру. Сендерге енді мына функцияны бермей-ақ, мына кестені бермей-ақ, бірден график берілуі мүмкін. Бірден функцияның графигі сызылуы мүмкін. Мыналар сияқты, иә? Енді осыған қарап, бізде графиктер берілген, осыған қарап біздер керісінше функцияны зерттейік. Зерттейік деген анықталу аймағын табамыз, өспелі немесе кеммелі екенін табамыз, нөлдерін табамыз деген сияқты. Немесе қандай график функция бола алады, қандай график функция бола алмайды.
Бізде кез келген функцияның графигі бар, бірақ барлық графиктің функциясы жоқ. Керісінше бола алмайды. Олай болса, біріншісі анықталу аймағын табу. Анықталу аймағы дегеніміз ол бізде x-тің қабылдайтын мәндері де. Мына бірінші графикте x-іміз мына -2-ден басталған, және -2, -1. Мынау бізде x-тің бір мәніне, бұл бізде график. Бұл график бізде функция болмайды. Неге? Себеп мынау бізде жай ғана картинкалар басы екен ғой. Демек болады. Мен қазір сіздерге болмайтын графикті көрсетейін. Мынаған сіздер назар аудармаңдар, бұл нүктеге. Бұл картинкалар басы деген сөз. Яғни мынау бізде 0, мынау бізде 3 болып тұр, иә? 3 болып тұр, мынау 4 болып тұр. Яғни анықталу аймағы бізде -2, -1, 0 және 3 пен 4. Бұл бізде анықталу аймағы екен. Бұл бізде нүкте сияқты болып берілген график. Нүкте болып берілген график. Ал мынау бізде сызық болып берілген график. Графиктің екі түрі бар. Ал енді келесін көрейік. Келесі бізде қарап тұрсаңдар, мынау бір шеті нүктемен, мысалы кесіндімен берілген десек болады. Кесіндінің бізде екі жағы шектелген ғой. Бұның да екі жағы шектеліп тұр, нүкте болып шектеліп тұр. Яғни бізде бұл графиктің анықталу аймағы мына жерден басталады да, бұл бізде -2, мына жерден басталады да, мына жерге дейін ол деген бізде 4. Сонда біз бұны -2-ден бастап 4-ке дейін деп аламыз. Тік жақша, себебі бұл бізде боялып тұр. Кейбір жағдайлар болады бізде боялмай, осындай шектеліп тұрады, бірақ боялмай тұрады. Ондай кезде бізде дөңгелек жақша болады екен. Ал үшінші жағдай бізде мына бір графикте екі жағы бізде шектелмеген. Міне қарап тұрсыңдар айырмашылығы. Демек бұл бізде мынаны ары қарай соссаң кете береді деген сөз. Мынаны да ары қарай соссаң кете береді деген сөз. Мынаны біздер созамаймыз, бұл бізде шектеліп тұр. Демек мына x-іміз бізде -x-ке дейін кете береді. -x-дік мына жағы. Ал екінші жағы +x-ке дейін кете береді. Бізде шексіздіктер осындай әрқашан дөңгелек жақшамен жазылады. Түсінікті ғой? Екі шетіне мән беруіміз керек. Шектелген бе, шектелмеген бе? Ал енді өспелі немесе кеммелі екенін анықтау керек функцияны. Біздер функцияны зерттеп жатырмыз. Мына жерде қарап тұрсаңдар нүкте арқылы берілген ғой. Яғни біріншіміз бізде жоғары тұр, одан кейін төмен түскен, кеміген. Одан кейін өскен, одан кейін кеміген. Одан кейін өспеген де, кеммеген де. Одан кейін өскен. Осылай анықтай береміз. Бізде яғни сол жағынан бастап оң жағына қарай көшеміз. Бағыт бізде былай қарай ғой. Егер сол жағы биік, оң жағы төмен тұрса, демек ол кем батыр деген сөз. Ал егер сол жағы төмен, мына сол жағы, ал оң жағы жоғары тұрса, онда ол өсіп батыр деген сөз. Мысалға мынау бізде, бағыт бізде былай қарай ғой. Демек бұл бізде кеміп жатыр. Ал мынау бізде сол жағы төмен тұр, оң жағы жоғары тұр, демек бұл бізде өсіп жатыр. Бірақ біздер графикке бұлай стрелка қойымызға болмайды, мен просто сендерге көрсетіп жатырмын. Ал мына жері бізде төмен тұр, мынау бізде жоғары тұр, демек бұл бізде өсіп жатыр. Ал мына жерде бірінші өскен, одан кейін кемген. Яғни оны біздер, және бұл жақта шектелген ғой, мыналардың ешқай шектелмеген. Мына шектелген жарайды. Ал мына жерде былай жазамыз. Мысалға -2-ден бастап тік жақша қоямыз. 2-ге дейін өспелі деп қоямыз. Өспелі немесе өскен. Одан кейін 2-ден бастап ары қарай 4-ке дейін кеммелі. Кеміген немесе кемімелі. Түсінікті ғой? Өсу, кемі. Графикке қарап отыр. Ал енді функция бола алатын және бола алмайтын графиктер. Бізде функцияның анықтамасы x-тің кез келген мәніне y-тің бірақ мәні сәйкес келу керек. Яғни
x-тің бір мәніне, мына мысалы x-тің бір мәні болып тұр, x-тің бір тал саны. Соған y-тің бірнеше нүктесі қойылып кеткен. Яғни бұл бізде бола алмайды екен. Ал мына жерде x-тің бір мәніне y-тің біреу тұр, x-тің келесі мәніне тағы біреу тұр, тағы келесі мәніне тағы біреу тұр. Яғни бұл бізде функция бола алады. Мына жерде де сол сызық болып берілген, x-тің бір мәніне мысалы біреу келіп тұр. X-тің бір санын алып, оған бір ғана мән келіп тұр. Демек, бұл бізде функция бола алады. Ал мына жерде турында бірінші сияқты x-тің мысалы шамамен 2 деп алатын болсақ, ол 2-ге бірнеше, яғни шексіз көп нүктелер жатыр. Осы 2-нің бойында, яғни бұл бізде функция бола алмайды. Келесінде x-тің бір мәніне, x-тің бір мәні ол мысалы 0 делге, 0-ның бойына біздер 1-ді де жазған, 2-ні де жазған, -1-ді де жазған. Яғни бұл бізде график бола алмайды. Мына жерде де тура осындай x-тің 1 деген мәніне 1-де сәйкес кеп тұр, -1-де сәйкес кеп тұр. Яғни 2 тал бізде мән сәйкес кеп тұр. Яғни бұл бізде график болмайды. Мына жерде тура осындай 1 деген x-тің 1-нің бойына мұнауда, мұнауда, мұнауда кеп тұр. Яғни бұл бізде график бола алмайды. Ал енді келесі бізде функцияның оң теріс болатын сан аралықтары. Функцияның деп тұр. Мен алдыңғы сабақта айтқан функцияның дегеніміздің өзі y-тің деп айтсақ болады. Яғни y ол мынау бізде, мына сызық, Яғни бізде мына жағы бізде оң жағы, мына жағы теріс жағы, Яғни оң теріс болатын сан аралықтары. Бізде енді x-імізді қараймыз. X-іміз 6-тан бастап, мысалы мына жерге дейін оң мән қабылдап тұр. Яғни бізде оң жағында тұр, үстінде тұр деген сөз. Ал мына аралықтан бастап, мынау бізде 1-ге дейін теріс болып тұр. Бірге дейін емес, даже мына жерге дейін бізде теріс болып тұр. Одан кейін мына жерден бастап қайттан 2-ге дейін қайттан оң болып тұр. Оны енді былай жазамыз. Сонда -6-дан бастап, мынау бізде қандай сан болуы мүмкін? 6 болса да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жақта енді нақты берілмепті несі? Бірлік кесіндісі деп айтады ғой. Бізде клеткамыздың өсі 1, 2, 3, 8 болып тұр, бірақ -6 деп қойып тұр. Мен мына жаққа жай ғана түсіндіре салайын да, ал келесілерін санап көрейік. Мысалы 1, 2, 3, мынау 3. Бұл енді негізі кітапта қате беріліп қойыпты, қараңдаршы. Бірақ енді мына жақта мысалға 0 мен 1-ның арасы 1 клетка, 1 мен 2-ның арасы 1 клетка, енді 2 мен 3-дің арасы 2 клетка болып кетті де, 3 мен 4-ның арасы 2 клетка болып, 4 мен 5 мына жақта 5 болу керек те, 5 мен 6-ның арасы қайттан 1 клетка болып қалды. Негізі олай сызуға болмайды, бұл кітаптағы үлкен қателік. Бірақ енді мен мына мәндерге қарап сендерге айта берейін былайына. Бізде мына жерден -5-тен бастап -2-ге дейін бізде үстінде тұр, Яғни -5-тен -2-ге дейін оң мән қабылдап тұр деген сөз. Ары қарай -2-ден бастап 2-ге дейін теріс аралық қабылдап тұр. Яғни -2-ден бастап 2-ге дейін теріс болып тұр функциямыз, яғни y-іміз. Ары қарай 2-ден бастап 6-ға дейін қайттан оң болып тұр. Мына жерге мен былай жазып қойсам болады. Оңды 2 рет жазбай-ақ. 1-ге дей салайын. 2-ден бастап 6-ға дейін оң. Яғни -5-тен 2-ге дейін және 2-ден 6-ға дейін оң деген сөз. Ал мына графикте бұл жерде тұрысында мекен 1, 4 болып тұр. 5, 6, мына жақта арасында 5 пен 6-ның арасы 1 тал, 6 мен 8-ның арасы 1 тал болып тұр. Яғни бұл жерде қате сызылған график. Бірақ мен мына мәндеріне қарап айта берейін. Бұл жерде -7-ден бастап мына 4,5-ға дейін оң болып тұр. 4,5-нан қиылысқан 4,5-на қиылысып тұр ғой.
4,5-нан 6-ға дейін астында жатыр, яғни теріс болып тұр. Және 6-дан мына 8-ге дейін қайттан оң болып тұр. Демек, -7-ден бастап 4,5-ға дейін және 6-дан бастап 8-ге дейін оң болып тұр деген сөз. 4,5-нан бастап 6-ға дейін теріс болып тұр деген сөз. Түсінікті ғой. Ал енді келесі бізде функцияның координаталар осымен қиылысу нүктелері немесе функцияның нөлдері. Координаталар осымен қиылысу нүктелері, яғни координаталар осы бізде мына y пен x сызығы. Бұл бізде координаталар осымен енді қиылысу нүктелері қай нүктеде міне мына y-ті қиып өтеді деген сөз. Және қай нүктеде x-ті қиып өтеді деген сөз. Осы үш нүктені табуымыз керек. Бізде егер деген сөз y осын деп біздер мұнан айтамыз. Y осын қиятын болса, бізде ол нүктеміз мысалға 0-де бір сан болады. Ал егер x осын қиятын болса, x осын қиятын болса, онда ол бізде бір сан болады және 0 болады ол нүктеміз. Ол нүктеміздің міндетті түрде мына жері 0 болады. Ал y осын қиятын болса, міндетті түрде біріншісі 0 болады. Ал сол нүктелерді мен мына жерден табайын. Мысалға, мынау бізде x осын қиып тұр, яғни x-іміз бізде мысалға 1, 2, 3 жарым делге. X-іміз бізде 3 жарым болып тұр. Y-іміз бізде 0 болып тұр. Яғни, мынау Y-іміз 0-дің бойында жатыр деген сөз ғой. Демек, мына біріншісінде x ойсын 3 жарымда 0 болып тұрса, міне, мына 3 жарым 0 болып тұр, демек ол x ойсын қиып тұр деген сөз. Екінші қию нүктесі бізде мына жер болып тұр, мына жер белгілеп қойын. Яғни x-іміз бізде қанша болып тұр? Бізде 1 деп шамамен ала берейік, жіңіш керек сайын. Ал y-іміз бізде қайттан мына 0-де тұр. Яғни бұл бізде x ойсын қиғаны. Ал енді y ойсын қиятын. Яғни мына сызықты бізде мына жерде қиып тұр. Бізде мына 0-дің бойында тұр. 0-де және y-дің -1. Міне, 0-де -1 деген 0-де және -1 деген сан шықты. Демек ол y ойсын қият деген сөз. Енді бұл координаталар осымен қиылысу нүктелері деп аталады, немесе функцияның нөлдері деп аталады. Нөлдер дегеніміз мынау 0 немесе мынау 0 деген сөз. Енді мына жерден анықтайық, келесі функциядан. Бізде қиятын жері x ойсын мына жерде қият, мына жерде қият, мына жерде қият. Болды, Ал y ойсын мына жерде ғана қиып тұр. Енді мына қызыл нүктелер табайын. Яғни мынау бізде -5 болып тұр x-ім және 0 болып қалай береді. Мынау -2-де 0. Мынау 2-де 0 болып тұр. Яғни мына 0-не барады деген сөз ғой, y-дің 0-не барады. Ал мына жасылымыз, яғни y қойсын бізде, мынау бізде -3 болса, x-іміз бізде 0 болып тұр, y-іміз -3 болып тұр. Нөлдері осылай екен. Келесі бізде x ойсын мына 2 жерде қиып тұр мына осыты, ал y-ті мына жерде қиып тұр. Бұл дегеніміз бізде x әрқашан 0 болады да, y-іміз бізде 2 болып тұр. Ал мына жерде қызылымыз 4,5, x-іміз бізде 4,5 болып тұр. Y-іміз 0 болып қала береді. Және екіншіміз 6-дан 0. Түсінікті ғой, қалай табу керек екен.
міне біздер функцияны зерттеп болдық. Яғни графигіне қарап біздер функцияны әлі анықтай алмаймыз. Оны анықтау үшін біздер одан да көп зерттеу жүргізуіміз керек. Оны өзі функцияны зерттейтін 11 түрлі тәсіл бар. Бұны сіздер бүгін осы 7-ші сыныпта тек 4-еуін ғана көрдіңдер. Әлі біразы бар. Біздер сол 11-ін зерттеп болғаннан кейін ғана біздер графигін сыза аламыз. Яғни мен қазір то есть функцияның формасын анықтай аламыз. Мен қазір мына жерге қарап сендерге функцияны анықтап бере алмаймын. Тура қазір сендерге, себебі сендер әлі мысалы 11 ғой, 11-ден 4 тәсілсең бізде 7, сендер әлі 7 түрлі тәсіл білмейсіңдер. Әлі 7 түрлі нәрсе бар. Яғни сендер қазірше бұның формуласын жаза алмайсыңдар, осындай график түрінде осы білетіндерімізді ғана анықтап қоямыз. Олай болса, егерде видео түсінікті болатын болса, каналға тіркеліп, лайк басып, және түсінбеген тақырыптарың болса, комментарийға жазып кетсеңдер болады.